Сәлеметсіздер ме, қымбатты номері 143 мектеп лицейінің ұстаздары. Біз сөз еткелі отырған кітап «Балаға жүрек жылуы». Василий Александрович Сухомлинский әйгілі кеңес педагог-новаторы, жазушы, КСР педагогика ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Украин Социалистік Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі. Өз еркімен 1941 жылы майданға аттанды. 42 жылы ауыр жарақаттанып емделеді. 1947 жылы Павлыш орта мектебінің директоры болып тағайындалады. Соғыстан қираған Украина селоларында алғашқы соғыстан кейінгі жылдарда өмір сүрген қиын болғандығын жақсы біледі. Соғыста қаншама балаларды анасынан, әкесінен және ең жақын бауырларынан айырды. Мектепке тек қарапайым мұғалім ғана емес, балалардың жаралы жан дүниесін арашалай білетін, соғыстың құрбаны болған ата-аналарының орнын толтыратын ұстаздар қажет болды. Осындай мұғалім өз шәкірттері үшін әкесі және тәлімгері әр күн және әр сағат сайын өз жүрегінің жылуын арнаған Василий Александрович Сухомлинский болды. Сухомлинский гуманистік дәстүрлердің лайықты ізбасары болып табылады. Павлыш мектебінде жазалаусыз тәрбие бүкіл педагогикалық ұжымның педагогикалық қағидасы болып табылады. 10 жыл мен деп жазды Сухомлинский. Өзімнің тәрбиеленушілерімді жазалаусыз тәрбиеледім. Және олар белгілі адамдар болып шықты.